Сәлем достар. Бүгін үй жағдайында мынандай крылышкаларды дайындаймыз. Магазиннен дайын қанаттарды алайық, өз тәсілімізбен мариновать етеміз. Қызыл паприка, тұз, приправа, чеснок, сметана немесе майонез салып дұрыстап тұрып араластырамыз. Холодильникке кем дегенде 4 сағатқа қойып қоямыз. Кастрюляда майымыз қыза берсін. Өз екі жұмыртқамызды жарып аламыз. Сливки мен паприка салып араластырамыз. Бетіне ұн себейік, ерінбей араластырыңдар. Қанаттарды ұнға аунатайық. Сілкіп-сілкіп артық ұн түсіп қалсын, қайнаған майға саламыз. Араластыруды ұмытпаңдар, шамамен 8 минут қуырамыз. Артық майдан арылу үшін салфеткаға діземіз. Бисмиллах, дәмі керемет боп шықты. Али Бабаға тіркелуді ұмытпа.